Сен қызсың ба? Әлде лайк үшін арын сатып жүрген тірі контентсің бе? Не масқара бұл? Есің дұрыс па сенің? Қазір шешініп фото салсаң, еркін қыз боласың. Ал киінсең, артта қалған араб құл боласың ба сонда? Масқара. Сен ойлайсың, денемді көрсетсе миллион қаралым келеді. Сонда менің беделім өсет деп. Жоқ. Мұнаны миыңа шегелеп ал. Сен қаралым алдың. Бірақ қадір ала алмадың. Сен тек көзбен жеп, жүрекпен шетке итеретін бір түндік қызыққа айналдың. Еркектер сені көреді, бірақ келін етпейді. Өйткені сен өзіңді баяғыдан-ақ әлеуметтік желілерге лайк үшін, лүпіл үшін өзіңді көрсетіп сатқансың. Сені көріп тұрған еркек мынау бала шағама ана болады деп ойламайды. Ол тек мынау бір рет қызық көруге жарайды деп тамсанады. Сосын жабық жүрген тәрбиелі қыздарды көрсең ішің күйеді. Оларға қарап, арабтың киімін киіп алған қазақта ондай болмаған дейсің. Ей, сен тарихты білесің бе өзі? Қазақ қызы ешқашан ашық-шашық жүрмеген. Шашын өріп, маңдайын жауып, кимешек киіп, ұятпен жүрген. Бұрын атаңның үйіне қыз шолақ шортимен кірмек түгілі тізесін көрсетсе, ауыл дүр ете қалатын. Ұяттың үні шықса, бүкіл ел тоқтап тыңдайтын. Ал сен хиджапты көрсең тітіргенесің. Айтайын ба неге екен? Себебі ұятты көргенде өзіңнің арсыздығың есіңе түседі. Тағы келіп алып бетің бүлгөтпей, бұл арабтың киімі деп ақталасың. Қайдағы арабты айтып тұрсың маған? Аузыңа ие бол. Ол бабаңның ұстанымы, Құдайдың бұйрығы. Сен хиджаптан емес, тәрбиеден безіп отырсың. Сен сияқты арсыздардың кесірінен тәрбиелі ұяң қыздар артта қалған болып көрінеді. Сендер жалаңаштанып алып, бүкіл қазақ қызын ұятқа қалдырып отырсыңдар. Тәрбиелі қыздар бар, шүкір. Солар арқылы елдің үміті тірі. Ал сен соның арасына кірмейсің. Сене өз ұятымен жау болып жүрген адамсың. Арсыздық сән болса, мен ақ ескі болайын. Бірақ қазақ қызы армен жүретін нарға лайық жан болу керек. Ұят көтсе ұлт өледі. Сен өзіңмен бірге болашақты да шұңқырға сүйреп бара жатқаныңды біл. Сол үшін сенің ұятың ертең қызыңның қорғаны болу керек екенін ұмытпа. Қыз ұялса, ел түзеледі. Қыз ашылса, ертең есігін жаба алмайтын ұрпақ келеді.